Ассалаумағалейкум, құрметті автокөлік сүйер қауым. Бүгін 11 тамыз, жексенбі, автокөлік базарына келіп отқан жайымыз бар, көліктердің бағасын білуге. Осылай таң азанмен келіп отқан жайымыз бар, сағат 8:30. Мана жақтың бәрі бос болып тұр, әлі көлік жиналған жоқ. Мана жақтағыларда көліктер бар, бірақ аздап. Түсірілімнің тұсауына мәрс кеседі. Бүгінгі мәрс 190, А190 деп аталады бұл. 2000 жылғы 1.9 механика. Сұрап атқан бағасы 1.800.000 дейді. Сыртқы кузовының жағдайы орташа десе болады. Артқы жағындағы көрінісі. Мына кішігірім көлік негізінде. Әйел адамға айдағанға жақсы. Volkswagen Golf 4. Бұл 2001 жылғы 2 объем автомат, 2.600.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісі осындай. Шірек жоқ, ұрылмаған, сарылмаған. Volkswagen Passat 90 жылғы дейді. Механика болса керек. 1.8 объемы. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісі. Көкеміз күтіп айдаған сияқты. Кішкене таза ұстаған екен ішін. Салафан кигізіп қойыпты орындықтарына. Артқы жағын көріп жіберейік. 1.800.000 сұрап жатыр бұл көлікке. Үлгі бар екен. Бұл бізде Nissan Pathfinder. Жаңасы 2022 жылғы дейді. 3.5 коробкасы автомат, 23.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісі осылай. Toyota Camry 55 2011 жылғы 2.5 8.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Ешер ұрылмаған, сызылмаған. Арт жағынан да бәрі дұрыс. Audi A6 99 жылғы 2.8 механика, 2.900.000 сұрап жатыр. Газ бензинмен жүреді. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Mercedes E280 95 жылғы 2006 жылғы 2.8 коробкасы автомат, 5 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Mazda Cronos 93 жылғы 2 литр автомат, 2.200.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағынан да жақсы, шірегі жоқ, ұрылмаған, сарылмаған, сызылмаған. Ішкі әлемін қарап жіберейік. Ішкі әлемі таза,
тазалақ болған, бәрі тап-таза. Арт жағынан көрініс. Көліктері 3D. Mitsubishi Lancer 2010 жылғы 4.699.999 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрінісі. Осындай. Toyota Camry 40 2007 жылғы 3.5 Tiptronic 5.900.000 сұрап жатыр. Кузовының жағдайы жақсы. Артқы жағынан бәрі жақсы. Сызылмаған, ұрылмаған. Ішкі әлемі таза. Бәрі жақсы. Артқы жағындағы орындығы бәрі жақсы. Люгі бар. Daewoo Gentra 2014 жылғы 1.5 механика 2.700.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Бәрі жақсы. Chevrolet Niva 2007 жылғы люкс кондер дейді, 1.7 бензин. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі. Ішкі салоны таза. Nissan Zafira 97 жылғы 2 объем автомат 2.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Еш жері орылмаған, сызылмаған, шірік жоқ. Жалпы ескі көлік болсын, жаңа көлік болсын, бәрі бағаларын ұстап тұр. Ешқандай түскен жоқ. Қымбат бағалар.